Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есімдер. Сабағымыздың оқу мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау, дерек сөздерден мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Балалар, оқулықтағы мәтінге байланысты видеоматериалға көз жүгіртейік. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырды. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Байқоңыр бүгінгі таңда әртүрлі елдердің ғылым және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері ұшырылатын халықаралық ғарыш айлағына айналды. Оқулықпен жұмыс. 12-ші жаттығуға мұқият қарайық. Мәтінді түсініп оқиық. Балалар, сендер ғарыш алаңына бардыңдар. Ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкермен кездестіңдер. Ғарышкерге қандай сұрақ қояр едіңдер? Бірің ғарышкер, бірің тілші болып, ата-аналарыңмен, не болмаса бауырларыңмен сұхбаттасып көріңдер. 14-ші жаттығу. Күрделі сын есімдерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Қызыл ала, қара көк, сары ала, көк ала. Балалар, дәптерге тапсырманы орындағанда әдемі әрі таза жазып үйренейік. Жазған сөйлемдердегі сын есімдердің астынсыз, дара немесе күрделі екендігін анықта. 15-ші жаттығу. Жұмбақты дәптерге көшіріп жаз, шешуін тап. Өзі жап-жас мұрты бар, ет пен сүтке ұмтылар, тастамайды жыл үйде, түкті тонын шұп-шұбар. Қанеки балалар, ойланып көрейікші. Бұл жұмбақтың жауабы қандай? Сын есімдердің астынсыз, жұмбақтағы кез келген бір сын есімді таңдап ал. Сол сын есім туралы жоспар бойынша әңгімеле. Сұрақтарға жауап бер. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтай отырып, суреттегі сөздерді таза және әдемі жаз. Сен білімді оқушысың. Білімді оқушының жазуының жаман болуы мүмкін емес. Балалар, үй тапсырмасына 16-ші жаттығуды алыңдар. Сурет бойынша жақсылап мәтін құрып жазыңдар. Балалар, бүгін біз не үйрендік? Сабақ сендерге ұнады ма? Несімен ұнады?